Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бала өмірін қорғау және сақтау пәні бойынша бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бала және отбасы. Баланың отбасындағы өмірі және тәрбиесі. Бүгінгі сабақта ата-аналар мен балалар арасындағы өзара құқықтар мен міндеттер құқықпен қалай реттелетінін қарастыра отырып, баланың отбасындағы өмірі және тәрбиесі, ата-аналардың баланы тәрбиелеу, күту және асырау бойынша міндеттеріне тоқталып өтеміз. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-ші бабында неке мен отбасы ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады делінген. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті болып саналады. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Осы конституциялық норма барлық отбасы құқығы жүйесінің негізі болып саналады. Отбасы қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы бұл отбасы құқығы деп аталады. Отбасы құқығын реттеп отыру мақсатында бірнеше заңдардың маңызы өте зор екен. Яғни неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасы кодексі отбасылық неке қатынастарын реттейді. Елімізде отбасы неке қатынастарын реттейтін біршама халықаралық келісімшарттар ратификацияланды. Қазақстан Республикасы бала құқықтары туралы конвенция, тұрмыстағы әйелдердің азаматтығы туралы конвенцияны, шетелде алиментті өндіріп алу туралы конвенцияны, азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны ратификациялады. 2010 жылы 12 наурызда балаларды қорғау және баланы шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық туралы Гаага конвенциясы ратификацияланды. Осылайша Қазақстан Республикасы үкіметі Қазақстаннан шетелдіктер асырап алған балалар туралы ақпарат сұрау мүмкіндігіне ие болды. Отбасын құрудың негізі бұл неке болып саналады. Отбасы құқы тек шартты түрде отбасы деп аталатын қатынастарды реттеп отырады. Мәселен, немерелер мен әжелерінің арасындағы немесе отбасын құрып бөлек тұратын кәмелетке толған ағалар мен қарындастар арасындағы қатынас бұл туыстық қатынастар деп аталады. Отбасы құқығы ұғымы тек шартты түрде отбасы деп аталатын өзге де қатынастарды реттейді. Отбасын құрудың негізі бұл неке болып саналады. Отбасының толық және толық емес түрлері болады. Толық отбасында ата-анасы, балалары және әдетте әкесі жағынан да, шешесі жағынан да аға ұрпақ өкілдері, атасы да, әжесі де болуы шартты. Ал толық емес отбасы балалардың ата-анасының біреуінің ғана болуымен сипатталады. Бұл ретте балалардың ата-аналары ажырасқан болса, балалары қарамағында қалған ата-анаға екінші жағынан балаларды еңбекке жарамсыз зайыбын бағып-қағу үшін алимент төлейді. Ал егер де ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болып, келесі жақта кәмелетке толмаған баласы бар бала қалатын болса, онда оған мемлекеттік жәрдемақы ретінде материалдық көмек көрсетіледі. Сөйтіп, толық және толық емес отбасыда тең жағдайда мемлекет арқылы көмек беріп қорғалып отырады. Сонымен отбасының тұрақтылығы қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мемлекет пен қоғам үшін отбасының мүмкіндігінше толық болғаны керек. Әдетте, бұл толық отбасында балалар өздерін емін-еркін сезінеді және қауіпсіз болып саналады. Олар рухани материалды жағынан қамтамасыз етіліп отырады. Балалардың туылуы, оларды ата-аналардың белгіленген құқықтық тәртіпте, яғни баланың тууын тіркеуші органдарға жазба арқылы растауды негізінде ата-аналар мен балалар арасындағы құқықтық қатынастар пайда болады. Тіркеуші органда тұлғаларды баланың әкесі мен анасы ретінде тіркеген жазба немесе балаға туу туралы берілген куәлік баланың туылуын растайтын құжат болып табылады, яғни туу туралы куәлік болып саналады.
ер адамның әкелігін анықтау едәуір қиындық тудырады. Әке болу презумпциясы бойынша бала тіркелген некеде дүниеге келген жағдайда анасының күйеуі оның әкесі деп танылады. Аталған тұлға баланың әкесі болуы мүмкін деп болжанады. Бала тоқтатылған немесе жарамсыз деп танылған некеде немесе анасының жұбайы қайтыс болған кезден бастап 270 күн ішінде дүниеге келген жағдайда әкелік туралы презумпция жүзеге асады. Егер аталған жағдайлардан кейін ұзақ уақыт өткен болса, онда баланың әкесі басқа екеніне сенуге негіз бар. Бала некеде тұрмайтын ата-аналардан туылған жағдайда ер адамның әкелігі ерікті түрде немесе сотпен анықталады. Әке болуды ерікті түрде тану баланың әкесі мен анасының тіркеу органына бірлесіп өтініш беру жолымен жүзеге асырылады. Сондай-ақ кәмелетке толмаған ата-аналардың да әкелікті тану құқығы бар. Баланың негізгі құқықтарының бірі бұл өмір сүру құқығы болып саналады. Әрбір бала өз мүмкіндігінше отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құқығы бар. Балаларды тәрбиелеудің ең жақсы түрі бұл отбасылық тәрбие болып саналады. Бала өз ата-анасының отбасында және басқа да туыстармен бірге өмір сүруге құқылы. Ажырасу кезінде бала көбінесе анасының қолында қалады. Сол себептіден әкесіменен кездесулер тек жексенбі күндері белгіленіп отырады. Әрбір бала өз ата-анасын білуге, олардың қамқорлығында болуға және бірге тұруға құқылы. Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары туралы халықаралық конвенциясы баланың ата-анасының яғни ажырамауын көздейді. Мына сызба кестеде баланың отбасындағы негізгі құқықтары көрсетілген, яғни өмірге деген қамқорлыққа, отбасында өмір сүруге деген қорғалуға, тәрбиеленуге, жеке даралыққа және өзінің жеке мүліктік құқығына және сонымен қатар өз пікірін еркін білдіруге құқықтары бар екен көрсетіліп тұр. Ата-аналар өз балаларының денсаулығын сақтауға, оларға тәрбие беруге міндетті және құқылы. Тәрбиелеу түрін дербес таңдай алады. Сонымен қатар олар бала тәрбиелеуге және дамытуға ата-ана міндетті түрде жауапты болады. Ата-аналар баласының орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті және балаларын қадағалауға міндетті, өз балаларының мүдделерін білдіруге, қорғауға құқылы және міндетті болып саналады. Мысалы, ата-аналар соттарда, жеке немесе заңды тұлғалармен қарым-қатынаста өз балаларын міндетті түрде мүдделерін қорғайды. Ата-аналар алиментті өндіріп алу кезінде баланың атынан өкілеттік ете алады. Және балалардың отбасы алдындағы міндеттемелері де қарастырылған. Бұл балалардың ата-аналарына қатысты орындайтын қажетті іс-әрекеттері. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-ші бабында кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасынан қамқорлық жасауға міндетті деп көрсетілген. Бұл конституциялық норма өте әділетті болып саналады. Бала құқығы туралы заңның 20-ші бабында балалардың келесі міндеттері белгіленген. Әрбір бала Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтары мен бостандығын, ар-ожданын, қадір-қасиетін, мемлекеттің нышандарын құрметтеуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға, тарихи-мәдени мұраларды сақтауға, ескерткіштерді сақтауға, табиғатты қорғауға, табиғи байлықтарды ұқыпты қарауға міндетті делінген. Және сонымен қатар аталған міндеттерге қосарымыз ата-анасы мен үлкендерді сыйлау, кішілерге қамқор болу, халқының салт-дәстүрін және мемлекеттік тілді білуге әрі құрметтеуге міндетті болып саналады. Бүгінгі дәрісіміздің барысы осы. Енді сіздерге, құрметті студенттер, үй тапсырмасын слайдты да жүктеп көрсетіп бердім. Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары берілді және 3 деңгейлік тапсырма алдарыңызға беріліп отыр. Сол тапсырмаларды жауап беріп, сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.